Саламатсыңдар ма балалар? Біз өзін-өзі тану сабағын бастаймыз. Балалық шақ мейрамы 33-ші сабақ. Сабақтың мақсаты балалық шақтың мейрамын түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Сабақтың құндылығы сүйіспеншілік. Сабақтың қасиеттері мейірімділік, достық, бәрін жақсы көру. Балалар, өзін-өзі тану пәнінің 5 ережесін есімізге түсірейікші. Тәртіп, талап, татулық, тазалық, тыныштық. Балалар, жағымды көңіл-күйге келіп алайық. Балалар, ыңғайланып отырып алыңдар да терең дем алыңдар. Көздеріңді жұмыңдар. Өз денелеріңізді сезініңіздер және бос ұстаңыздар. Дене дем алады, сана сезім сергейді. Өз денелеріңізді көз алдыңызға елестетіңіз. Басыңыздан бастап, аяғыңыздың ұшына дейін. Біз жақсы мен жаманның не екенін ажыратып, бойымыз жеңілдеп қалғандай. Бейне бір ақ түсті көбелекке ұқсап, ұшатын қанат пайда болғандай. Айналаға көз салсақ, тек қана әдемі, жақсы заттарға көзіміз түседі. Құлпырған гүлдер, оның маңында жақсы балалар. Олардың әрқайсысының жүзінде күлкі ойнайды. Жер бетіндегі барлық тірі зат біздерге жақсы бала бол деп сыбырлағандай болады. Ал төбемізден нұр шашқан алтын күн бізге жақсы бала болу өзіңнен деп қарайды. Иә, шынында да көбелектер секілді әдемі болып, тек қана әдемі жерде жүру керек екен-ау. Біз барлығымызда жақсы екенбіз ғой. Жақсы болу өзімізден екенін біз де сезінгендейміз. Ал енді балалар, бұрынғы қалпымызға келейік. Сабақтың дәйек сөзі: бейбітшілік ел ұраны, нақыл сөз. Кез келген азамат үшін бейбітшілік сөзінің құны жоғары. Сондықтан да біз тыныш та еркін заманда өмір сүргенді қалаймыз. Бейбітшілік деген адамзаттың өз елінде еркін өмір сүріп, шуы жоқ ортада өз болашағын құруы. Сұрақтар: бейбітшілік дегенді қалай түсінесіңдер? Өмірдегі басты нәрсе не деп ойлайсыңдар? Нақыл сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Мұғалім сыйы: көршімнің күрішін алыңыз. Ертеде бір шаһардың әкімі жамағатының кісілігін сынау үшін қарапайым киініп базарға барады. Әкім алдымен азық-түлік дүкеніне кіріп, сатушыға сәлем береді де: «Маған бір келі май, бір келі бал, бір келі күріш беріңіз» дейді. Сатушы бір келі май өлшеп, ақшасын алған соң: «Мырза, басқасын көршімнен алыңыз. Оның балы тәтті, және ол әлі ештеңе сатқан жоқ» дейді. Әкім екінші сатушыдан балын алып болған кезде ол да: «Мырзам, менің саудам сәтті болды. Күрішті көршімнен алыңызшы. Ол әлі ештеңе сатқан жоқ» дейді. Көңілі рахатқа кенелген әкім осындай ізгі адамдары бар шаһарға Алланың нұры жаусын деп қуанышпен дұға жасапты. Расында да сол шаһар ең бай, сән салтанатты мекендердің біріне айналған екен. Сұрақтар: бейнебаяннан қандай ой түйдіңдер? Бақытты,
байлықпен өлшеуге бола ма? Өмірдегі ең басты нәрсе не деп ойлайсыңдар? Шығармашылық жұмыс, бейбітшілік әлемде тақырыбында коллаж құрастырыңдар. Туған жер туралы мақал-мәтел жазыңдар. Топпен ән айту, атамекен әні. Сөзін жазған Мырза Али, әнін жазған Ескендір Хасанғалиев. Жасыл жайлау, тіпті кілем, көп кілем, көп кілемде, көп ойнаймын, көп кілем, маңдайымнан сипап өткен самалдар, қадағаннан алақаны деп білем. Қайда жүрсем атамекен, көкейімде жатар екен, күннің өті ұясына сыймай олып атамекен. Жасыл жайлау, көк кілем, көк кілем, көк кілемде көп олмаймын, көп кілем, күннің нұры айдың аппақ сәулесі, қазағымның махаббаты деп білем. Қайда жүрсем атамекен, көкейімде жатар екен, күннің өзі ұясына сыймай олып атамекен. Жасыл жайлау, көк кілем, көк кілем, көк кілемде көп олмаймын, көк кілем, асқар тауы асқарымен асқан, қазағымның мәртебесі деп білем. Қайда жүрсем атамекен, көкейімде жатар екен, күннің өзі ұясына сыймай олып атамекен. Қайда жүрсем атамекен, көкейімде жатар екен, күннің өзі ұясына сыймай олып атамекен. Сабақтың қорытынды сәті. Бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерімізді есімізге түсіріп, әрдайым жүрегімізге сақтайық. Назарларыңызға рахмет.